Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыз біздің ерекше сабақ болғанын қалай бүгінгі ерекше ашық сабағымызды бастағалы отырмыз. Сабағымызда көтеріңкі көңіл-күйге негізге оң қолыңызды көтересіз. Қарайсыздар. Ал өз өмірлеріне сенімді болсаңдар, сол қолдарыңды көтересіздер. Егер сендер еліміздің тағдыры маңызды десеңдер, бір қадам алға басамыз. Егер еліміздің сіздерге сенеге берілген мәдениет арқылы сендер сыныптардағы оқушылардың бала беріп жауап беріп жатқаны тапсырмаларға қалай жауап беріп жатқаны белгілеп отырсыздар. артынан біз бойынша бағалап шығамыз. Біз алдыңғы сабақтарда өткен тасымал мәдениеті, кітап бойынша өтті. Білеміздер балалар, тасымал мәдениеті, мерейлі қорғаны және шындықты қорғаны. Осы қорғандар туралы өттік. Сол бойынша қазір сабағымызды суретімізді ашуымыз керек. Жақсылап аяқтап тапсырманы дұрыстап орындадыңдар, жарайсыңдар. Енді біз бүгінгі сабағымызды бекітейік. Бекітуге көшейік. Ондай болса, бәріміз тақтаға қараймыз. Сабақты бекітуге ойды жалғастыр әдісі арқылы кәмпи деректерде томирис қандай? Біз соны өттік қой. Томирис кім? Қандай екенін білеміз. Сол бойынша жауап беріп тұрасыздар. Жақсы. Енді балалар, көріп отырсыздар, иә? Біз томирис туралы бүгінгі сабағымызда жақсылап түсініп алдық па? Сұрақтарың бар ма? Томириске не үшін сақ патшайымы деген атақ берді? Не үшін берген екен? Өйткені ол өзін немен көрсетті? Ал сезім күш. Өйткені ол өздерінің шәмексізден ойлаған батыр ел жүрегі. Бүгінгі сабағымыз жақсы аяқталды, бәрін жақсы кері байланыс беріп шықтыңдар. Енді бүгінгі сабағымыз бойынша топ басшылары өздері бағалау бойынша айтып шықтыңдар. Айқұштарда сезім баста. Сезім 8 балл, Дидана 8 балл, Нұрай 8 балл, Нұрдәулет 8 балл, Нұрикамал 8 балл, Арлан 8 балл, Нұрдос 8 балл. Ал, мына жерде тез-тез жазып шығамыз. Қиындық тудырған мәселе. Қандай қиындық туған мәселе болды ма? Болмаса ештеңе жазбайсыңдар. Ал енді сабағымыз аяқталды балалар. Бәріне рахмет. Сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.